Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда балалар біз логикалық әзіл жұмбақ шешумен бастаймыз. Сөйтіп, ойымызды серпітіп аламыз. Бірінші жұмбақ. Тек қана қол көтеріп жауап береміз. Кім дұрыс жауап берсе, соған, яғни жасыл стикерлер, сары стикер және қызыл стикерді таратамын. Бірінші, тауық бір аяғымен тұрса 3 килограмм. Екі аяғымен тұрса неше килограмм? Ерасыл? 6 килограмм. Анжу? Бәрі бірде 3 килограмм. Дұрыс. Ол бір аяғымен тұрса да 3 килограмм, екі аяғымен тұрса да 3 килограмм екен. Жақсы. Бұл балалар әзіл жұмбақ, сондықтан да әзілмен жауап беруге тырысамыз. Екінші, қай айда 28 күн бар? Ал Нұргелді? Ақпан айында. Тағы да кім жауап береді? Айнұр? Ақпан айында 28 күн бар. Тағы да бар ма басқа жауап? Ахмет? Қаттайды? Желтоқсан айында. Жоқ балалар. Қаңтар айында. Барлық айда 28 күн бар екен. Ешкім жауап бере алмады. Келесі. Яғни әзіл жұмбақ деп айттым, иә? Тыңдаймыз. Лимонның жартысы неге ұқсайды? Ал Айнұр? Дөңгелекке. Тағы да жауап бар ма? Әзілмен жауап беруге тырысамыз. Сопаққа. Тағы да. Лимонның жартысы балалар екінші жартысына ұқсайды екен. Келесі. Әзіл жұмбақ. Суды елекпен қалай тасуға болады? Кәнігі ойлау қабілетімізді дамытамыз. Суды елекпен таси алмайды. Тағы да, бұл әзіл жұмбақ. Суды елекпен қалай тасимыз? Ал Ерасыл? Қолмен тас. Жоқ, елекпен қалай тасимыз? Суды елекпен тасимыз. Кәнкі, балалар суды елекпен мұз қылып тасиды екенбіз. Тағы да, келесі. Есікті ашу үшін не қажет? Әзіл жұмбақ, әзіл жұмбақ. Ал? Кілт. Қатты сөйле. Есікті ашу үшін қол керек. Тағы да, есікті ашу не қажет? Есікті ашу үшін Қазбек. Есікті қасып керек. Тағы да, бұл әзіл жұмбақ. Есікті ашу үшін не қажет? Есікті ашу үшін есік қажет. Есікті ашу үшін балалар, есіктің жабық болуы қажет екен. Келесі әзіл жұмбақ. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Нұргелді. Әзіл жұмбақ. Жылып шығады. Тағы да, Арайлым. Су болып шығады. Өте тамаша. Міне, үсті су болып шығады. Бұл әзіл жұмбақ. Келесі. Мұқият тыңдаймыз. Бұл жерде мұқият болу керек. Қазақстан мен Өзбекстан ортасында не бар? Ерасыл? Шекара бар. Тағы да әзіл жұмбақ. Тау бар. Қазақстан мен Өзбекстан арасында не бар? Мен. Тамаша, мен деген жоқ. Мен бар дейміз. Бізде өте, яғни сирек кім екен? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер. Мақсаты кеңістікті, ойлауды дамытатын логикалық есептерді шығаратын боласың. Ал балалар, логикалық есеп дегеніміз не? Кім айтады? Айнұр? Логикалық есеп дегеніміз есептеуді қажет етпейтін есептер. Иә, оған сенің нең керек? Ойлау зеректігің, я логикаң қажет.
Яғни оған ақыл ойға арналған жаттығулар жатады екен, иә? Яғни бізге ойлауды, мұқият болуды, дұрыс шешім қабылдауды қажет ететін есептер екен. Олай болса, тақтаға қараймыз, балалар. Сендерден сұрап тұр, кесінділер параллель ме? Ағерке? Кесінділер параллель. Ал параллель кесінділер дегеніміз не еді? Кім айтады? Арайлым? Параллель кесінділер дегеніміз бір-біріне қиылыспайтын кесінділер. Дұрыс, өте жақсы. Бір-біріне қиылыспайтын кесінділер. Міне, параллель кесінділер, иә? Біз оларды қанша созсаққа не істемейді екен, балалар? Қиылыспайды екен. Жақсы. Енді сендерден сұрап тұр. Қай кесінді ұзынырақ? А немесе В? Қалай ойлайды? Бірінші қолмен қараймыз бәріміз тақтаға. Қалай ойлайсыңдар? Ал Ахмет? В кесіндісі ұзын дейді. Тағы кім айтады? Режеп? А кесіндісі ұзын дейді. Оған көз жеткізу үшін сызғышымызды аламыз. А кесіндісін өлшейміз. Қай жерінен бастап бала? Қараңдар. Мына шетіменен мына шетін өлшейміз. Қанша сантиметр? 2,5. В кесіндісін өлшейміз. Бұл қанша сантиметр? 2,5. Олай болса не екен балалар? Екеуі тең екен. Неліктен? Қараңдаршы балалар, бағана сендер айтыңдар, иә? А кесіндісі ұзын дедіңдер. В кесіндісі қысқа дедіңдер, иә? Бұл жерде балалар бұл көздің алдамшы көрсетуі екен. Кейбір заттар қараса, үлкен сияқты көрініп тұр. Өйткені бұның екі шетіне сызып, екі шетіне кеткендіктен А кесіндісі ұзын сияқты. А В кесіндісі, насыздар ішке қарап тұрғандықтан бұл қысқа сияқты. Бұл көздің алдамшы көрсетуі. Мысалы, айнаға бүйтіп жақындап қараса, менің түрім үлкен болып көрінеді, иә? Ал айнаны сапарсақ, кішкентай ұқсап көрінеді. Бұл көздің алдамшы көрсетуі екен. Балалар, мынау қандай фигура? Кім айтады? Режеп? Текше. Текше. Текшенің балалар, неше төбесі бар? Ахмет? 6 төбесі бар. Кім айтады достым? Текшенің неше төбесі бар? Текшенің 8 төбесі 8 бар. төбесі бар, иә? Төбесі деген мына. Жақсы. Текшенің неше жағы бар? Шахноза? Текшенің 12 жағы бар. Қанки кіміз дұрысын айтады? Қазбек? 6 жағы. 6 жағы бар. Мына алдыңғы, артыңғы, үсті, асты, оң жағы, сол жағы, иә? Текшенің неше қыры бар? Алихан? 12 қыры бар. 12 қыры бар. Жақсы. Қазір осыларға жауап берген оқушыларға не бағалап кетейін, иә? Қазбек бізде дұрыс жауап берді. Содан соң Алихан дұрыс жауап берді. Және Айнұр дұрыс жауап берді. Иә? Жақсы. Енді балалар, сендер осы екінші тапсырмада осы текшенің А жазбасында сызып қойған. Сол жазбаны тез дәптеріне сыза қойыңдар. Сызғыш қаламдарыңды алып, А жазбасын сызамыз. Ал енді балалар, біз дәптерімізге текшенің сызбасын сыздық. Иә? Яғни текшенің көрініп тұрған қырларына 1, 2, 3 сандары жазылған. Ал текшенің жазбасында аталған сандардың екеуі көрсетілді. Мына жерде, мына жерде 1, 2, 3 жазылса, мына жерде біз жазбада 3 пен 2 көрсетілді. Енді, мынандай тапсырма балалар сендерге. Осы қарама-қарсы жақтарындағы сандардың қосындысы 7-ге тең болу керек. Мына текшені бүйтіп жинап жіберген уақытта, яғни мына 3-ге қарама-қарсы, мына 3-тің қарама-қарсы жағы астыңғы жағы, иә? Сол 2 санды қосқанда, мысалы 4 болу керек мынаның асты, иә? Мына жерден табасында қай жақ 3-ге қарама-қарсы? 2-ге қайсы қарама-қарсы? 1-ге, мына 1 мына жерде тұр, иә? 1 мына жерге жазасың. Сонда 1-ге қайсы қарама-қарсы?
сол сандарды қосқанда қосындысы 7-ге тең болу керек. Кәнекей ойлау қабілетімізді арттырамыз, зеректігімізді көрсетеміз. Al balalar, енді өз жауабымызды тақтамен тексереміз. Кімнің жазған сандары дұрыс? Қол көтерейікші кәнім. Жақсы, Арайлым, тамаша. Өте жақсы. Ерасыл жақсы, мияқтан Қазбекті байқадым. Қасымжан дұрыс деген. Қалғандарымызда Қатия, қалғандарымыз дұрыс орындамаппыз. Енді қараңдар, мына текшемен салыстырамыз. Мына текшенің мұны сол кітаптарындағы жазба, я? Мына жинаған уақытта қараймыз енді. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады. 2-ге 5-ті қоссақ 7 болады. 1-ге 6-ны қоссақ 7 болады. Сонда 1-дің мына қарама-қарсы мынау, мына жерде 6 болу керек, я? 2-ның қарама-қарсы жағы мынау 5 болу керек. 3-дің қарама-қарсы жағы үсті болса мынау асты 4 болу керек. Өте жақсы, тамаша балалар. Келесі тапсырма. Сендерге, яғни алдарындағы санамақ таяқшаларынан, яғни 3-ші тапсырмадағыдай шаршы құрастырамыз. Кәнекей сол шаршыны құрастыра қойыңдар. Балалар, мына фигураны құрастыру үшін сендерге қанша таяқша қажет болды? Інжу? 24 таяқша керек болды. 24 таяқшадан неше шаршы құрастырдық? Асел? Ханзада? 24 шаршыдан 9 шаршы құрастырдық. Жақсы, 9 шаршы құрастырдық. Енді балалар, осы жерде жұптық жұмыс 4 таяқшаны алып тастап, яғни 5 шаршы қалатындай қалдырасыңдар. Сол 5 шаршы қалатындай 4 таяқшаны алып тастайсыңдар. Ойлаймыз, қайсы 4 таяқшамызды шетіне қойып қоямыз. Яғни бізде мына топ, мына жұп өте жақсы жұмыс істеген. 4 таяқшаны дұрыс алған. Және бізде Арайлым өте жақсы жұмыс істеді. 4 таяқшаны алып, 5 шаршы қалдырды. Қалғандарымыз балалар дұрыс емес. Ал енді оны тақтаға қарап, өз-өзімізді тексереміз. Ал енді дұрыстасаңдар болады жұмыстарыңды. Қасымжан
Nurgül'de және Арайлым өте жақсы жұмыс істеді. Тақтаға қарап, енді кітаптарында да тұр, иә? Осы фигурада барлығы неше шаршы бар? Кәдімгі санаймыз, жұптық жұмыс. Осы кітаптыға қараймыз, осы фигурада неше шаршы бар? Барлығы неше шаршы бар? Ал балалар, сонымен барлығы неше шаршы бар екен? Қасымжан? 9. Әсел? 24. Ханзада? 14. Айнұр? 14. Олай болса балалар тақтаға қараймыз. Қанша шаршы бар екен санаймыз. Өзіңді тексер. Ал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ең сырты, я? 11, 12, 13, 14. Неше шаршы бар екен балалар? 14 шаршы бар екен. Бізге кім өте жақсы жауап берді? Ханзада мен Айнұр дұрыс жауап берді. Шаршы дегеніміз барлық қабырғасы тең фигура, иә? Балалар, сендердің алдарында 4 бөлі бар шаршы пішінді топ берілген. Бұны топ деп ойлаңдар. Енді әр қайсында бір бөлген болатында еді, осы топты 4 бөлікке бөлу керек. Дәптеріңе сызықпен бөліп көрсет. Яғни мысалы 4 досы келді туған күнге, осы топты 4-ке бөліп беруіңдер. Бірақ әр досына бір бөлден түсу керек. Ол 4 бөліміз теңдей болу керек. Бірінші балалар, осы жерде неше көз бар? Оны қалай есептеуші едік? Кім айтады? Не істейміз ағыркен? Ұзындығы нені көрден? Ұзынды тігінен неше шаршы бар? Айтыңдар, тігінге неше шаршы? 6. Көлденеңнен неше шаршы? 6. Не істейміз? Дұрыс айтады ке, 6 түсіп екеміз. Неше? 36 шаршы бар. Енді сол 36, яғни тор көзді 4 адамға бөлетін болсақ, әр адамға неше тор көзден тиеді? 9. Яғни 9 шаршыдан әр досына бөліп бересіңдер. Соның ішінде бір шаршыда гүл болу керек. Міндетті түрде. Ал тән 4-тен 4 түске бояймыз. Бізге оңай болған жоқ, я? Енді өзімізді тақтамен тексереміз. Так, Айнұр бізде өте жақсы жауап берді. Өте дұрыс сызған Ақерке, Ерасыл және Әсел. Молодец, өте жақсы, тамаша. Және бізде Ханзада. Міне. Бұлар өте жақсы деген балалар. Баға. Өте тамаша. Енді тақтамен тексереміз. Қараңдаршы балалар. Мына жасыл түсте, мына гүл түсті, я? Көк түсті бөліп мына гүлді берді. Мына қызыл түсті мына досына берді. Мына сары түске мына гүлді түсті. Сонда мына 4 досына теңделіп 9 көзден бөліп берді. 4 досына да ренжітпей 4 гүлді бөліп берді. Ал балалар, бағана 7-ші тапсырмада бізде Арайлым да дұрыс жауап берген екен, я? Онан кейін Інжу де дұрыс бояған екен. Тамаша. Енді балалар, сабағымызға кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақта сендерге не қызық болды, не құнды болды, не қиын болды? Кәнекей, айтайықшы.
Кім не айтады? Кері байланыс береміз сабаққа. Ал Ханзада? Маған логикалық әзіл жұмбақтар ұнады. Соларды әзілмен жауап берген ұнады, иә. Әсел? Мен шашына санауды үйрендім. Тамаша. Інжу? Маған логикалық есептерді шығарған қызық болды. Жақсы. Алихан? Мен дұрыс жауап беремін. Дұрыс шешім қабылдауды үйрендім, иә. Дұрыс, жақсы. Міне логикалық есепте мұқият болу керек екен. Дұрыс ойлай білу керек екен, және дұрыс шешім қабылдай білу керек екен. Енді баламна жақсырмаларға қараймыз. Бүгінгі сабақта сендер сабақ өте көңілді өтсе, қызық болса, мына жақсырмаға кеп жақсырмаларымызды жақсыра.